Шайнап жұтып қойшы. Ей, не болды? Спорласаң спорлас. Басын ұтыр хотя бы. Қайдан ұстап алдыңдар? Нормально? Нормально. Қалай жаңғанда кола ішіп? Кола ішіп тамақ ішкен жоқ қой. Қарат өзің ғана жесе, өзің таңдадың ғой сол. Өзің ғана жеп сол кетіп қалдың. Анау қай жаққа отырмайсың? Ешкі қой, а? Ағасын іздеп жүр ғой, кастрюльде. Дәмі қалай? Алдан берсеңіз ба? Дәмі, тұзы бар. 1, 2, 3. Пучок, устал, пучок. Внимание, обращать предмет. You're the big guy. Tell them. It's onze blok daar, jong. Het is onze blok daar, jong. Yes, Het is onze blok daar, jong. Kijk hoe draaien ook die ding, jong. Kijk hoe draaien die ding, jong. Kijk hoe draaien die ding, jong. Hey, los die man. Kijk hoe draaien die fucking blok. Aye, moet doen. Yes, man. Hoort me. Los onze blok, jong. Ons het geweldig. Kom ik hier, man. Kom ik, justice. Justice, man. Zij zou mij fokker maken, jong. Zij zou mij fokker maken, jong. Я өмірімде бірінші рет мен жігіттер шапал алып көрдім реалити тарихында, бірақ өзіне обратно бердім ғой. Бірақ біртүрлі оқып алдым. Сол маған бересің ба, соны берші. Олар да сәл қорқып тұр бейді, қатты не істемей анда-санда. Жоқ, Өзің бірінші жоқ, апат жүрған ғой бірінші. Осы ауыл тұрды да, короче, апатшыға бата алмай қалды да, бір мен ұрды ғой, мен ойлады, ответ бердім. Мәні. Бит мазақтап отыр да бит бізді. Бірақ бүйтіп жатыр, мынау Мен дейді. оларға айттым, жаңа бөлек шығар бұл расизм олай болмайды деп ше. Мен ол айтып отқан жоқпыз ғой. Қап-қара екен айтсақ, мынадан келетін. Шодан бойға дайынсың ба? Ертең бой сенде. Ертең сенің бойында негізі біз театр көбіне ең соңғы шығатын едік қой. Что-то мынада екінші шыға жіберді. Мен негізі ойлап отқаным, ерке боламын ба, или опама біреу шығады шығады. Әне Бужай, Рамазан, А? ертең тусима Бужай. Ертең төбелесек. Қайда жүрсің, брат? Қайда жүрсің? Короче, бетек. Не отходя от кассы дейді ғой. Су ішсеңізші. Йо, мына жер 4 километр жерде екенсің. Ба, бекс. Бужай, демала ма, демалмай ма? Бужай, сен маған не деп жазған, не жазайын деп едік мен соңынан. Соғысқа соңынан келген, кім тұрарын білмейді. Қарсымыз, қарсы емес мен демауға. Не? А, сен жазбайсың ғой. Я экономдап ішіңдер, жеги. 4 километрден бар, соғып келу, жылайын жоқ. Негізі мен өзімде шашадым мына жерде ше. Сендер біраз қиналып жатқан сияқтысыңдар ғой. Так что давайте сол үшін, может, жіберіңдер Бужайды демалуға. Бужай, демалуын, ертең бой қойды еще, да? Киім осылай. Аяққа крокс киіп аласың, жүре бересің. Кроссовка, шалбар кисең болды, бірден шаң боласың. Сол үшін өйстіп жүріп, амалдап шорты киіп. Ешкіні істейміз ә? Ешкін жеңдер. Я үшеу көрдің ғой, Рамазан, мойындамайды ғой, камера болмаса, ана жерде жаман қырылып келеді де, ана жерде. Агел, Просто бар еңбегің ақталмай қалады да, ана жерде. Не істейсіңдер енді? Честно айтшы, Рамазан, бізге сенген жоқсың ғой, типа ойладың ғой да африканецтердің аяғы. Солай ойладым. Бізге сенген. Упа бірінші міндет деп ойламаппын мен. Демалып, қайтасыңдар. Давай, Бужай, делай. Бәріміз саған қараймыз енді. Бұйырса ертең Бужайдың бойы. Как-никак Бужай мен саперден болса да енді оған балет етем ғой. Біріншіден бауырым қазақ, командам бір неден келді, бір елден келдіке. Тренировка істедің өз, тренировка істедің өз. Вообще істемей жүрсің бәне? Үйде оған сен жаздың ба? Я бірінші бердім. Сосын бекс сен бердің ба? Жазбаған, қарабатқа. Сайлау әділ өтсін. Бәрі әділ өту керек. Ертең қурат жүреді ғой. Данияр анайыққа барып жаздым.
Кіргенде. Бөже сен мал соя аласың ба? Мен соямын малды. Малды. Так, давай. Бастаймыз. Мен араластырып жібердім. Біріншісі, қарсы емеспін. Екіншісі, қарсы емеспін. О, выезжай, гидетин бала, красавчик. Уже красавчик идет, как видите все. Қарсы емеспін. Красавчик. Кете ма, выезжай? Қарсымын. Ой, екі адам қарсына. Ой, что? Қарсымын. Қаяма одан жіберіп. Не вот, Екі адам қарсымын деп тұрған. видите? Там Испания. Өтірік жынды оқып қалып дейсің ғой, бармайсың ба? Ет сойсын да алып қалған жар. Не соят, блин, burada. Не дейсің? Бешбарма жейміз. Сендер, ауызбіршілік бір істемейсіңдер ма? Это Рамазан, ты же так нас сделал. Қалай ты нас так сделал деген? Өзінің басын ойлап отыр, бәрі эгоизм қосып отыр уже, бол. Данияр, не деп жаздың сен? Оған Айтасың ба? жібермейді той. Айтпайсың ба? Красавчик. Негізі, жайдан зависит ше. Сендер отельге барасыңдар бармайсыңдар. Бұны отельге барып демалып жергізіп, бойға жақсылап демалып келіп, сол бойды ұтса жақсы болар еді ғой негізі сендерге. Неге қарсымын деп жаздыңдар? Уже, наверное, андай болып кеткен, бір-бірін уже жек көріп, сондай. Үйіп кеттік қой бірімізді уже. Я су бермеймін. Өлсеңдер де ішмейсің. Сәл ана, ауызбіршілігіңіз болмай жатыр, бірінші күннен бастап. Ана қарап күледі сендерге. Қайсың қарсымын деген? Оқу жоқ қой біреуі ше. Неге Бөжейға жын дейсің ба? Бөжейді отқан маған керек қой. Ақтөбеде смелый, кәдімгідей кальянчиге отырмыз. Сен не деп жаздың? Қалай білесің? Мен білмеймін, кім не деп жазды? Может, бір рет шын айтамыз? Чарждар қарсы болады ше? Как есть, бір рет шын айтайық, кім қарсымын деп жазды? И соны просто сұрайық, как есть. Не үшін жазған, не? Еркебұлан, не деп жаздың? Мен қарсы емеспін, камераға көрсетіп жаздым. Иә. Қарсы емеспін. Мен де қарсы емеспін, мен ешкім ала жүрін аттанбайды. Амиго. Мен қарсы емеспін. Мен қарсы емеспін өзім. Онда кім жазған қарсымын деп? Жаздың ба неге қарсымын? Амиго ғой жазған. Амиго, күліп отырсың ба? Қарсымын деп Жазған жоқ. Жігіт жедеш. Амиго мен дарабоз. А? Мынау деген емес па, голосование, скрит емес па? Жоқ, мен ойлағам ғой, бір рет енді көрейік деп ше. Шындықтан мойындасам Болды ғой, примерно түсіндіріп қойды. Амиго мен дарабоз жазды ғой. Дарабоз сөйтіп жаздың ба? Мойындап тұр. Дарабоз мойындай бер, болды ол. Тастарына жесе де қан, жемесе де қан бәрібір. Шыныңды айтшы, брат. Дарабоз ешкім жібермейді оған. Айтпайсың, До конца бар. Тамағым енді. Шашап тұрған сияқтысың ғой, Даке. Мәдениетті Енді бүгін енді ешкін сойып берем. Бұл жер тамақ істейді ғой, жатам мен. Демалам ады үшін. Ертең бой. Қаяқты сөйсіңдер онда аяқта? Талғас қой соямыз. Талға байласам Оған қалай дейсің? пісіреміз ана? Бисмилла дейміз Ана да? кинодағындай істейміз, ағашқа байлаймыз аяқ қолмен бүйтіп. Иә. Қанын ағыз баласың. Ергош ал бауыздадың сосын істейсің. Сосын істейсің. Не істейсің? Саған сұрақ. Айтып отырсың Сен ғой, сойып, инструктор. сен сойып білем деп тұрсың ғой, Иә. Тамақ істеуді білемін. Ал көрек ал. Бауыздадың. Бауыздадық. Сосын істейсің. Шек қарнын лақтырам. Қой шек қана бұрышта бірін сен байлау керек қой оны. Жоқ, оны кеңірдек, оны байлайсың Иә, ғой. Ой, сосын- сен менен бәрін сұрап, сосын- компы деген не, соған жауап берші. Сосын айтып жеш. Становый Жоқ, тягер не дейсің? сен сомнениең бар ма не мал союы ма? Сомнением бар мен жігіт. Да? Бүйтейік онда. Ана итті көріп тұрсың ғой. Ана итпен сен аузынан сүйсесің, мен саған қазір барамын да ешкіні сойып беремін, спор. Реально сойып беремін. Ақшасын төлеймін. Соны істеймін. Сейсің деп алыр. Жоқ. Содан кейін Сол істейсің. көресің да сомнениең Сүйін болса. айтшы Бірақ сен сен итпен сен сүйсесің. до конца айтшы сен. Мен айтпай, мен көрсетіп берейін қазір. Айтшы сен Шақ до бар конца. ма жігіттер? Реально ақшасын бере салам. Сойып беремін, мен саған көрсетемін. Рамазан. Сен Жаңа итпен, спор, сен итпен спор. сүйсесің. Қайт. Че там Ана спор? итпен. Екі сүйісіп тұрасың. Қой Қашпаса Екеуін дұрыс соя алмай қарам же отпайды. жоқ ей, маған сомнениелерің болмасын, мен соя алам. Давай, мне уже задний берді. Екі мен итпен сүйіс, мен саған сойып берейін, не істеу керек, бәрін аяғын үш деп байлап бәрін ретіп беремін. Итпен соғыс дегенсің, қуа дегенсің. Мен, Қорғаш сен ет. енді қараш. Қорғаш ет болса еркек қарау. Көке, Қызылорданың кіші жүзден мал союына сомнение сөйтіп тұрған сен ғой тупой. Сен маған сұрақ қоймай ақ, мен саған сойып берейін.
реально жарты сағат уақыт кетеді 20 минут. Екеуің сойыңдаршы. Бәрін жасап берем. Ет сойыңдаршы. Мына кісілерге өзім жауап берем. Кейін тамағымыз болады. Сосын Бірақ қуыры. сен камера алдында 2 минут ана итпен сорсасың. Қой жоқ, итті қосып, ит қосқан. Сонда сұрама мені. Короче, өздерің шешесіңдер ғой, қалай соясыңдар, не істейсіңдер, оны өздерің білесіңдер. Пацан, ты сомневаешься. Бойға дайындал. Жай. Бұйжа. Итпен сорсасаң күшті өлсесің. Біздің бас серіктес OneX компаниясына алғысымызды айтқымыз келеді. Жедел төлемдер, үлкен ұтыстар, спорт және киберспорт ойындарына кең таңдау бар. OneX компаниясы спортты тек қана Қазақстанда емес, бүкіл әлемде белсенді дамытуда. Біздің OneX рух промокодын қолдан да өзінің алғашқы депозитына 200% бонусыңды алып кет. OneX компаниясы. Алып көшті. Алып келе берсін. Да, Құрбандық шалбатымыз короче, иә, құрбан. біздің команда жеңе берсін. Осы қандай нелер келіп атқан неше түрлі нелер кетсін, қиыншылықтар кетсін. Біздің команда жеңе берейік и тек молшылық болсын. Аумин. Тәке, ақсақал болып атсың. Қазір жасың 40-қа жақындат. Ертең іні ағаларың бар, келін алып келет. Аға боласың, апачи! ата боласың, үлкен адам боласың. Ят болмасын, мен сені дайындап атырмын. Айтып ше, ертең мынау бас екен келді, үлкен басты ірі осы ауылдың ақсақал дарабоз деген кезде батан батпасын, бірінші орында ұйықтап деп тұрма, жатта. Так что, дәке, үйрене бер, ема? Өте ма? Бисмилла, кеттік ал. Енді ана жерден бәрі ешкім білмейді ғой, сол өзі қолымен өзім сойып, өзі қазір сойып, бұқтырма істейміз, Алла қаласа. Хаят бабан Африкаға келіп ешкі жеген. Ешкі сойлар. Тек бір жіпті біз ағайында. Соя бересің ба? Иә, соя бересің. Сен соятын білмей, ана? Соясын тұрсандай, жілікте білмеймін деймін да, несі мен кәдімгі жасап. Сойған бар мет, баяда бір. Соя саласың ғой, сойуын. Не сойып? Қанның ағзасында, әбден бит төгірін болғаннан кейін жоңның кесі саласың. Осы терісін сыпыра аламын, бірақ ана несін бөліп кәдімгі жіліктей алмайсың. Иә, жіліктей алмайм. Не сойдың? Қой. Сондай. Қой, бір қой сойдың ба? Иә, өткенде папама ас бердім ғой өткенде. Бұрау 75 мың алдым. Өзің сойдың ба? Иә. Азыр жоқ. Тағы не сойдың? Жоқ, өзім сойған кезде, өзім соя сойдым ғой, бірақ андай неден, питактан барып 5 мың теңгеге. Жіліктетіп, кәдімгі етіп, сосын үйге тамақ жасап, үйде жасадым ғой. Жаңағыда жіліктетіп алып, бана неге елдер үлкен кісілерге дәу не, жаңа кәрі сондай бәрімен. Бұнда жас кезінде кетіп соятын мен? Иә, соя аласың ғой, сою деген түк емес ол деген, шақ өткір болса болды. Андай не ма, жүрегің ауырмай ма? Көтерсін, дарабоз. Көтер алмаймын, шылай алмаймын. Бұл тірі кезінде жеңіле. Мұна ешкін айтам, қазақтар келіп сояды деп ойлаған жоқ шығар, Бұл ешкі африканстарға бұйырған жоқ, бізге қазақтарға бұйырып тұр бұл. Содан жігіттер. Ассалаумағалейкум. Құда кел, басқыда кел. Қалай болады? Бұжай біледі ме екен? Конечно, ауылдың баласы ғой. Өрі ма? Мынау өрі, анау Еттің дәмі қалай екен, негізі жақсы болады деді ол. 100 киловатт кішкене. 100 киловатт. Қойға қарағанда. Ешкім жоқ. Біздің ана тайпа жақта жүргендер бері кішкендей жинде ғой. Короче, бұжай сіріне істейім дедің ғой. Иә. Давай, қашан сіз? Бүгін болса бүгін ертең болса ертең. Бөш бұтын айырып отыр, ана. Ертең шам? Бұжай жүргенде. Сиерін сыпырып алам деп смел айтасың конференцияда. Ауыздап ұстайын деген бәрі сенікі ғой, короче. Ол сөздер сен алғасы өзің айтасың ғой. Мен ұрлап алғанда мен жүзім. Бұжайды енді қасапшы деңдер, қасапшы бұжай. Рамазан, маған бетек. Рахмет, маған челлендж ойнақ. Мен ойнатып атсың ғой. Біз мына жақта қалай деген ештеңе жоқ, өзің білесің.
мына жерін бәрін бұтарлап беріп жіберем. Иә, сен Бізге не? салып Мына артқа аяғын алып қояйық, жарайды өзімізге. А то шіртіп аламыз болсын. Ертең сенде бой ғой, кішкене мощныйлау қылып алып, өзіңе нең қылып, май жағынан аласың, чтобы ертең энергияң болатын болсын. ешкі сойып жатырып, андай жарға жабыстыратын болады ғой. Сондайда кімге Рамазанға айтамын ғой. Мына ұрғыштығыңды көрейік, ұрыш деп. Алынбай ма? Жоқ, алынады. Нормально алады. Бұны жейтіндер де бар ғой. Өке? Мына бүйтіп отыр, әдейі ұстап ал да, жабыстыршы бір. Ана ұпа дайындалып тұр, алшы көтер. Ағашқа ма, любой жерге жаман жабыстыратын ғой. Ұпа, шекесін Мынандай жерге, мынандай жанға тұр да мына жерге. Өтелді. Бачақ етіп жабыстырып тұршы. қолмен ұрып па? Қолын ұрма, тек лақтырып қал. Лақтырсаң жабыстыр. Қатты лақтырып қал тек. Сыр сияқты ғой. Давай. Любой жерге жасап. Бужаюшка, бужайонок, малый. Бағана менімен бұл спорласып алды да сойдыртпады ғой енді. Маған сомнение ұстап сою ше. Тақсырым қылып, ертең бұжайдың бойы. Иә. Енді ешкі сойып атқан адам анау не емес деп ойлаймын. Ертең ешкі сойым деп шаршап қалдым деген әңгіме болмасын, да, өзден соймайтын аман. Трапка жоқ, Көрдік, кес алады кесін деді. Пышақпен водить едік. Өз онда өзіміз жейтін алып қояқ та бері жібере салып қалған. Сен мынандай сыйласың ба, Дамир? Қат немес қой ол. Базы жоқ, бұжай жақсы сояды, тез сояды екен еще. Короче, тарс бұтырлатып тастады ғой. По кусочкам, по этімен, короче, шамалы өзімізге алып қалдық жейтімізді. Қалған бәрі босқа исарап болып кетеді да. Холодильник жоқ. Рамазанға беріп жүрдік қой, короче, алып кетші деп. Жайлап әкеліп тұрады, берсе. Қатты ақыл жоқ кеттім. Клинчке келген кезде қолым. Жабула. Жетеді ғой мына бірге, иә? Давай, Даки. Ауыр емес, ауыр емес. Жеп жеңіл. Все, давай, кет. Окей, ю. Yesin kabinine. Yo, bak. Yesin kabinine. Yo. Окей, ю. Canım güzel ya, var ya. Давай. Ayıp. Muharram var. Muharram var, maka gidiyorum. Muharram var, maka gidiyorum. Muharram var, maka gidiyorum. Şimdi suşa gidip şu an. Şimdi Kisi geliyor. Қайда жүрсің? Любой жерде отырмыз ба? Артып отырмын. Шарлықтан ашып ба? Жоқ, ана үйде артып. Болмайды ғой, тағы сөйлейді оны ғой. Мен жерге сіңіп кетіп жатыр, су сияқты. Кеттім мен. Бүгін азаннан тұрғаннан іш кетіп жүр. Бүгін кеше кесіркеден ба, или жодан басқа бір нәрсе ұнамай қалды ма? Шөтен бойлы бүгін бой. Көреміз. Бір жана көріп отырсын, тамақ дауыста шықпайды, тамақта бітеліп жатыр. Сен алып бұтына түсіп засран. Странный. Еще вот мои. Чечес. Бұға шығатының бар. Қайда жоқ, не жейсің ба өзің? Енді өзің виноватсың ба? Аузың қайда жоқтың бәрін тұра бересің. Адам бой жасайын атам кішкене дайындалады ғой. Ментально там, физически. Қалас сен емес, біз Қаңғар.
Машалка өмірі душ келіп. Бетімізде қара көтіміз тазаша қайтайды жуып айтып барады сөйтіп жатыр. Бля, жиркенттің бір үстіне бар, кәдімгі. Бет немен қырып алуға болады. Слой кіріп шығамыз. Сен бойда бүгін бұшай от, гостиницаға барайық бұл. Әуел алла, бұйырса. Ол жаңа ұзын бармыз бе 2 метр. Соны беретін сияқты ғой маған. Енді сендер габарит екеуін келісіп тұрсыңдар. Или соңғы оны өзі өші күшті ғой. Олар мұнда жүрген онда қатты алып батына төмен көрсеңіз. Мынау бүйтіп тұрады, соны өзі ой. Қорқып жүрген сияқты походу бар ғой. Түсіп жүр ғой, извини бар. Сен өзің бір кішпайтын адам сияқты. Не, сен бүйтіп шай бермейін ғой айтайын. Жай, біздің повар қайда? Жеги. Мынаны соялатын шығарсыңдар. Мынаны сойып жүк та. Тауық жейіп, кепсе қылып. Оның кім сояды? Басын сойып қаласың. Бұны сою әңгіме емес қой енді. Енді. Мен соймайым, конкретно айтам, мен соймайым. Қараш, көзін қараш. Әрісташы, қарға ма тауық ба? Әшін тауық қой. Мынау жоқ кім кеш, бұл жер басын жуып түспеді. Бұл жер осы мастер. Стоп. Көзі кетіп отыр ғой. Бүгін Бұжайдың бойы, бірақ жоты оның іші ауыр жүрген сияқты. Кеше кесіртке жет, таракан жет, содан кейін іші өтті ма, әлде өтірік істеп жүр ма, десең құрдас. Ішім суша кетіп жатыр. Үшін? Кешеге кесіп кетемін деп. Қандай езіртке? Қойпаймыз бірдемелер жейді де жүреді. Қойш? Иә. Сосын анау. Өзіңе сол керек. Ана мандика ще ордың ғой жаңа тамақ үстіне дополнительный. Оны мен де жедім. Ой, сен ауыз тек қоя қойдың ғой. Мен жедім ғой. Давай бітсек. Мен де тағатта жедім ғой. Жеги, менде план бар. Ауылдан асығып шыққан ғой. Ол қайда алып жүрсің? Ауылдан асықпай ұмытып кеттім. Ауызда ойнатуға алып келдің ба? Ойнатқанда ше, қара бәлілерді. Ерке оны әрден астық алып шықты білмеймін, қайдақтан астық алып шыққан еш. Короче, менде сразу идея келді. Ана асықпен аналарды ұтып, тамақ қой. Сол баяғы күн көріс қой. Далбандар. Yes. Короче. Yes, Дима. Қандай? Гейм. Ойын ойнайық. Команда. Қазір біз полный түсіндіреміз. Ойнаймыз. Егер сендер... Далбандар. Yes. Далбандар. Yes. Далбандар. Yes. Далбандар. Yes. Опа. Далбандар дегенде. Мен сәл ұялдым, бірақ кім біліп атыр оны? Айта берсін. Yes. Dalbandar. Guys, we show this is tradition games. We show how you can play. Okay? We play your commander. This is our commander. We play cross. Okay? Кім отады? Соған тамақ деп айтты. Егер тұлсақ, if you win, you give food for eating. You understand me? You lost. Biz ne veriyoruz orada? Biz mi? No. You win, we give you food. Biz anao biz nege baramız mı? You lose, you give what? Yeah, okay. Şa. Сейчас мы решим. Тамақ. Бро. Вай, тамақ біз ұтсақ, сендер бізге тамақ бересіңдер. Если сендер ұтсаңдар, это даю. Мана берем. Далбандар. Айтуларынша ұлттық ойын секілді. Қызық ойын болайын деп тұр. Біз олардың тілін түсінбегесін, олар бізге лала деп түсіндіріп жатыр, бірақ мен дым ұқпадым. Сен баста. Okay, first. Сен, я?
Okay, you out. О, давайте. Фаст ойнайықшы, фаст. Таубандар. Пау, бір-бірден. Ми. Окей, очередьпен. Тоя. Келес. А, не ғой. Қаш. Ya bıktım. Таубандар. Таубандар. Берем удон Біреу, екеу, тю. You win two штук. Yes. Шынымды айтсам... Дым түсініп отқан жоқпын ана жерде. Кім бастайды? Анау бастайды? Double. Таубандар. Сосын айтпаңдар перевод ол не? Я дарабоз айтсақ көптің да. Келес. Давай, кет. Давай. Кет, ага. Таубандар. Дарабоз. Қайдасың? Тас. Давай. Таубандар. Асыңды алсаң тач. Only touch. Келес. Круг, новый круг. Міне бір new круг ғой. New, я. Сасман ғой? Сасман ғой. Бірінші далбан осы ғой. New. Я. Асты алсаңдаршы. Каждый өзінің астын алсын. Every time you need is euro. Every time you need take. You understand me? You choosing after you take. Таубандар. Okay. Okay. Бандар тау. О, қазақтар. Жоқ, шыққа жоқ. No. Только тиді болды. Сугидай роберин. Aynen. Hey, men. Taubandar. Yes. Таубандар. Nice. Кім қанша алып жатқан? Айма. Bowling. Bowling, yes. Bowling, Kazak bowling, yeah. No, еще не наш қош. Бәрі тек заман бір тұр ғой мен. Ол үйретіп алаш жауап. Таубандар. Сен ғой? Ампар. Аплап кем. Yes. Әке, сен атпайсың мені? Неғып тұрсың атсай? Дарабоз. Скарабол. Скарабол дизменне. Скарабол. Айм. Lan orada mıyım o? Kaç. Oh. Ya ciktere otağı. Таубандар. Очек киіз жүрмейм, Енді отылып атырық біздер енді каждый өзінің ретімен соғады ғой, өзінің очерт бар. Анау нервыға тиіп, маймақ жағаласа береді, қайта беріп, алға шығып. Ойнаймыз ба, ойнамаймыз ба? Релакс. Короче. Релакс. Юлты? Давайте. Эй. Кипш басталып кетті, мен сразу анерден анда ұтылмалысың, алмалысың дейсің, ұтылмаудың астын жинап аласың, шашып лақтырып жіберейін ба деген мана. Бірақ аналар кәдімгі серьезді кірісіп кеткен ғой, анау кәдімгі ойын кіріп кеткен, біздің ойын ұнады-ау деймін аналарға ше. Аман. Таубандар. Албандар. Башып. Онда изначально бастаймыз де. Бастан бастаймыз де. Окей.
We need new stuff, okay? Өздері келіп ойнайық деп жеңілгендерін мойындағысы келмеді. Әңгіме ойында емес, олар өздерінің шын мәнінде қандай жігіттер екенін көрсетіп қойды. Қазақтай болды. Далбазын. Болды кетеміз. Даже асық ойнай алмайсың. We go. We not play. Бүгін біздің Бүжай бауырымыз шығады, чемпион, Жыловестің чемпионы. Ұжына ердің масалары бар, маған үйреніп бұжында, жабысып отырғандай. Осы бойда енді бізге ұтып, жаңағы екінші жеңісті әкеледі деген үміттемін. Бүжай өтсе, ары қарай менің бойым болады деп ойлаймын. Бірақ енді жеңбейтінін айта алмаймын енді. Бірақ сопернигім мощный. Мен ойладым қазір бір екінші раундтың ортасында іш өтіп кетсе қалай болады екен деп. Бойда шығып қоймаса екен дедім әйтеуір. Мен барынша қолымыздан келгенше поддержка беріп, ақылымызды айтамыз. Бұйырса солынан көтті. Алла қалап жеңсем, карташ келемін. Бүжайға сәттілік. Jabula, open away to Jabula, open away to Jabula, open away to Jabula, open away to Jabula, wena Jabula, open away to. Жай, обязательно от енді. Гостиницаға барамыз деп айтты Рамазан. Біздің бас серіктес OneX компаниясына алғысымызды айтқымыз келеді. Жедел төлемдер, үлкен ұтыстар, спорт және киберспорт ойындарына кең таңдау бар. OneX компаниясы спортты тек қана Қазақстанда емес, бүкіл әлемде белсенді дамытуда. Біздің OneX рух промокодын қолдан да өзінің алғашқы депозитына 200% бонусыңды алып кет. OneX компаниясы. Ассаламу алейкум, құрметті RFC көрермендері. Приветствую вас всех, уважаемые зрители и подписчики RFC Rookfighting Championship. Достар, менің ойымша, медиа-реалити Африкада өте қызық өтіп жатыр. Бүгін бізде нағыз алып жігіттердің жекпе-жектері күтіп тұр. Өздеріңіз білетіндей, бүгін жекпе-жекке біздің ауыр салмақтың медиа-лиганың чемпионы Сүйінов Ринат Бұжай шығайын деп жатыр. Оның қарсыласы одан 2 есе бой ұзын деп айтсам, қателеспеспін. Менің ойымша өте қызық жекпе-жек болайын деп тұр. Сол үшін достар, бой басталмай жатып, міндетті түрде лайк, подписка, колокольчик және комментарийға өз ой пікірлеріңізді жазып кетіңіздер. Бүгінгі жеңісті кім жұлып алып кетеді? Достар, біз бастаймыз. Алаңның қызыл бұрышына африкалық тайпаның алып жігіттерінің бірі шақырылады. Оның жасы 39-да. Ол нағыз жекпе-жекті көрсетуге дайын және де өзінің командасына алғашқы жеңісті алып келмекші. Қарсы алыңыздар. Манфред Аполлос Капена.
Оның қарсыласы RFC Медиа Лигасының ауыр салмақтағы чемпионы, жеңіліс дәмін татпаған Шұбардың нағыз батыр жігіті. Қарсы алыңыздар. RFC Media Reality бірінші, екінші сезон қатысушысы. Оның рекорды 4 жеңіс және де 0 жеңіліс. Сүйінов Ринат. Бұжай! Уже голоден, как никогда, заявлял, что он готов зарубиться с кем угодно. Поэтому посмотрим, что из этого выйдет. О, неплохо, сразу же в клинч пошел. Но с точки зрения тактики очень грамотно работает. Пытается именно такой немножко грязный, наверное, поединок навязать. Ну и нужно заставить более крупного оппонента больше двигаться, уставать, вязать его в клинче. Да, обрабатывает, но вот пока поверх плеча он достать не может правым хуком. А вот Капена достал сейчас, причем неплохо. Отлично, обрабатывает корпус. Да, вот изначально уже тактика Бужая, она была ясна. Вязать в клинче, заставлять, да, уставать оппонента. Ну, в таких боях Бужай уже бывал, а у Капена нет такого опыта, поэтому в этом плане есть преимущество, нужно реализовывать. Ну, а Капена действует очень примитивно, выжидает и пытается таким тяжелым ударом попасть. Ну, свойственно, наверное, для крупных парней. В целом, да, мышление. О, неплохо сейчас по корпусу Капена обработал. На входе, да, когда вот пытался именно клинчевать Бужай. Есть хорошее попадание. Ну а удары в корпус, конечно же, отнимают очень много энергии, сил, заставляют очень тяжело дышать. И вот уже Капена сам не прочь завязаться, да, скажем так, в клинче. Но уже пыл такой первоначально остыл у нас. Но тем не менее, Бужай постоянно идет вперед. Что за красавец, а? Зарубается. Да, держит он свое слово, говорил, что готов он подраться с любым, вот тут, пожалуйста. Не тушуется, идет зарубаться, идет вперед. Но мы видим желание победить, скажем так. Ну что, первый раунд позади. Ударға кіріп, алыстан жеткізбей атышқан. Тықты екі шағасына постоянно напрягать. Не бей, просто так в холостую, да, сейчас Амиго подсказывает. Ну, посмотрим. Уже разведку прошли, оценили возможности друг друга. Сейчас второй раунд уже... О, неплохо попал. И попытка сейчас обработать в клинче. Неплохо, вот, но не получилось, да, взять вот тот самый хоккейный клинч, схватить за шею и уже обрабатывать. Есть работа заново, причем без особых проблем проходит, но это уже борьба. Это пока что
мы не видим каких-то четких попаданий. Мы видим, что просто Бужай идет вперед и больше, наверное, прессингом берет, а как таковых точных попаданий еще нет. Капена выжидает, но вот эта выжидательная тактика, она мало что приносит на самом деле, особенно вот во втором раунде. Да, посмелее во втором раунде поединок делал как раз-таки Бужай. Капена как будто бы смирился с напором, темпом Бужая. Так, еще раз рефери постоянно вынужден вмешиваться в ход поединка. Очень много клинчей. Ну, в тяжах, кстати, мы не так часто это видим в целых боях, но вот здесь вот обилие клинчей, конечно, удивляет. Но, тем не менее, это часть поединка. Отлично, неплохо, но, опять-таки, удар вообще не в цель. Вот здесь можно поработать, кстати. Очень грамотно локоть выставляет Бужай. Да, и... Ну, спорный момент, конечно. Да, попал в затылок, но, наверное, не так сильно это было, чтобы плохо себя почувствовать. Возможно, просто тоннаж, да, уже количество пропущенных ударов повлияло на местного бойца. Ну и группа поддержки, конечно, очень серьезная у Капены. Да, вот короткие удары, кстати, пришлись бы, вот что говорят, подсказывают Бужаю, что вот именно короткими ударами боковые, апперкоты, то, что нужно. Ну, а Капена в целом уже как будто бы отдал инициативу сопернику, да, он просто выжидает и пытается вот именно на каких-то контрдействиях ловить. Но второй раунд, я думаю, Бужай забирает. Саған жептің отыр ол жеп. Жор кетет. Там за Бужаем, конечно же. Ну и третий очень много решает. Ну, третий не должен проиграть. Неплохо так сейчас. Мэйвезера, да, включает Капена. Неплохой такой футворк показывает. Но этого мало. И вот, смотрите, это, да, опять-таки, это борьба. Это уже не такой бойцовский клинч. Он просто обхватывает оппонента, чтобы протянуть время. Отлично. Да, обхватил руку. Но вот от Капены работы в клинче мы не видим. И уже, да, это велосипед. Включает он активный велосипед. Не получилось убежать. И вот, пожалуйста, очередной клинч. Да, нет точных попаданий. И, откровенно говоря, нет воли к победе. Вот что самое главное. Избегает он открытого поединка, избегает клинча. И видимо, что есть небольшое рассечение даже у Капены. Рефери делает замечание еще раз. Да, в открытую вот так клинчевать нельзя. А вот этот джеб, кстати, такой недооцененный удар от Капены. Довольно-таки частенько именно этим джебом доставал. Наверное, самый такой результативный удар за весь поединок от местного бойца. Это как раз-таки левый джеб. Он выше ростом, у него длиннее руки. И это логично было, конечно, использовать самый такой очевидный удар. Но не так часто у него это получается. И, возможно, вот как раз-таки усталость сильно влияет на ход поединка, на то, как часто он применяет этот удар. Хотя, джеб, как говорится, всему голова. Да, задышал и Бужай, снимает он постоянно капу, но вот характер у парня есть, конечно. Идет вперед постоянно. Мало что получается, откровенно говоря, но, тем не менее, есть прессинг. Да, я думаю, наработал Бужай сегодня на победу. Послушаем, что нам в итоге скажет.
Андайшы, клубта болды, постоянно атака жасап Итак, в этом поединке единогласным решением судей побеждает боец из красного угла Манфред Аполлос. Капена! Manfred, Yes. Kapena, congratulations. Thank you very much. You won this fight. It was amazing fight. You showed your technique. It was very beautiful fight. What you can say to our subscribers, people who is watching this? He was a champion, but it was not like fight for the title. But you won the champion of RFC Media League heavyweight champion. All right. It's a big win, Kapena. Dit is een groot win voor mij voor nu. Zo, ik verstaan, hij was de kampioen. I respect hem. Ik respect hem. Hij is een kampioen. Zo, maar ik heb die kampioen geweest in Afrika. Dat is bij mensen wat bij gevaarlijk is. Hij is nummer 1 in Afrika. Het gewin. Dat hem gaan oortegen. Wie is ik? Okay. My congratulations. My congratulations. It was big fight. Dank je. Die andere ding is... volgende ene wil ik die man heen. Voor die volgende. Hij kan maken wat hij wil. Agressief, ben je. Ik zal hem. Hij is een kampioen. Als hij mij uitslaat, ik krijg hem volgende. Ik hoop hij wint. I hope he win. For the next match. Let's make a stare down. After this, I will speak with Bujay. Okay? Guys, let's do stare down. Rise to the cameras. Мен Гречки, Данияр Дарабоз, одинокий тигр, Наиман, Садр, Томчак, Матай, Тарай, Hij zal elkaar gaan spoken zien. Бujay, бірінші жеңіліс. Оның алдындағы жекпе-жектеріңді жақсы өткізіп жүрдің, бірақ сол кезде де мен саған айтқам дайындық керек деп. Не дұрыс болмады? Мен бірақ сөзің үшін дайындалған жоқпын. Енді боксер екенін көрініп тұр ғой, бірақ жоқ. Енді оны былай қалдырмаймын. Қазақстанға шақырып өзім бір реванш өткізу керек Рамазан. Бірақ енді разы жоқ. Бірақ дайындалмаса басы бар екен көрініп тұр ғой. Ударларында, қимыл қиылыстарында да. Сен RFC Media Лигасына қанша уақыт жүрсің? Бір жыл болды. Бір жыл сен дайындалсаң, сен одан да жақсы техника болатын еді сенде. Солай ғой. Үй сайын бақсы. Үй сайын дайындаламыз. Енді Бujay, жеңіс бірге жүреді, қатар жүреді, сол үшін еш мойыма. Менің ойымша саған еңбектену керек. Еңбектенсең, жеңістер әлі алдыда. Ассалаумағалейкум. Қазақстандықтар, бәріңізден кешірім сұраймыз.
Африкаға келіп бірінші поражение қолға ұстап алдық. Негізгі жеңгеннен қара жеңіліс мықты қиын екен. Айтатын жоқ. Өз достарыма да қаларыма да кешірім сұраймын. Және де маған сені осы жаққа спонсор болған автомаркет ұжымына рахмет, және Еркін ағама рахмет. Және Мадияр досыма, Нұрлыбек досыма, Нұралы ағама рахмет. Не дейін? Жеңіс құтты болсын. Афро. Жеңіс құтты болсын. Респект. Красавчик. Команданы кешірім сұраймын, сені де кешірім сұраймын. Үміттерін ақтай алмадық. Неше алып береміз, алып береміз. Бірақ неше? Көмір қолымнан тоқтап қалмайды ғой. Әр алды. Мен кешірім сұраймын. Все, Бузай, еш мойма. Достар, осымен біздің шығарылым аяқталып жатыр. Өкінішке орай біздің командамыз бүгін жеңіліс тапты. Капена өз командасына алғашқы жеңісін алып келді. Жігіттер, еш моймаңдар, жеңіс әлі алдыда. Бұл шайқас, және де сол шайқасты соңына дейін жеткізіңдер. Өздеріңді барша көрсетіңіздер. Өткені бізді көріп отырған көрермендер, Қазақстандағы елде күтіп отырған адамдар сендерден тек жеңіс күтеді. Жігіттер, келістік па? Сол үшін, құрметті достар, сіздер міндетті түрде комментарий жазып кетіңіздер. Бүгінгі Бұжайдың жекпе-жегі сіздерге қалай болды? Өз ой пікірлеріңізді жазып кетсеңіздер. Енді алдыда бізді тағы да қызық жекпе-жектер күтіп тұр. Есеп дәл қазір 1-1. Қазақстан, Африка. Менің ойымша алдағы жекпе-жектер бұдан да қызық болады. Өткен алдымызда бізде Упучук, Еркебұлан, Дарабоздың жекпе-жегі бар. Тағы да Амиго деген жігіттің жекпе-жегін тамашалайтын боламыз. Тағы да достар, айтатын жаңалығым, біз артық тағы да 2 жекпе-жек жасаймыз. Өткені бұл жерде жауынгерлер де келісіп тұр. Бұл ұпайға сайыс қой. Менің ойымша қызық болады. 2 команда да қарсы болмаса, неге жасамасқа? Сіздер міндетті түрде лайк, подписка, комментарий, колокольчикті басып қойыңыздар, достар. Өткені біз барымызды салып осы контентті жасауға тырыстық. Сіздер өз жүректеріңізді басып кетіңіздер. Келесі кездескенше. Мен негізі бұл жекпе-жекте барымды салған жоқпын. Өз артықшылығымды да байқадым. Қазақстанның жауынгері негізі осал емес. Бірақ оған шаршалаң ішінде ойлана білу керек. Капена! 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 Жеңісімізге қатты қуандым. Ағам, сен аяғым сынған үшін есеңді алып берем деген сөзінде тұрды. Солай. Өкінішке орай жеңіліп қалдым. Нокаутқа кеткен жоқпын. Нокдауын алған жоқпын. Просто пачкаға ұмытылып қалдым. Бірінші раундтан ешқандай дем жетпей қалды. Кішкене тренировка жасап, внимательный болғанда, серьезный болғанда ұтып алатын спокойно. 3-ші раунд қашып жүрді, ана төйлеске жоқ. Білді 2 раунд алған. Осы единственный момент қой, что искренне Бұжайға болеть еткен. Бірақ, видишь, так получилось, ұтылып қалды. Просто былай жүгіре бердіңше, просто жүгіріп құшақтай берді. Просто қашты, я. Лақтырып барып, лақтырып, ана кән қашып бара тұра алдында, сол кезде кән просто жұдырықтың жағына бір берсең болды, встречный құлайтын еді анау. Уай, нормандар жігіттер, короче, сердауын жасадым ғой, айырып беремін. Берсең әресің ба? База жоқ, здорово, зейін. Саған үміт та? Үміткер, үміт. Бұжай отырғаннан кейін настроением түсіп кетті, сол қалаға барамыз ба деп ойлағанбыз. В общем, былжырақпай болып қалды ғой. Яна дұрыс мынау неғылмаған ғой, дұрыс тамақтанбағаннан, дұрыстандай настроить ете алмағаннан, соның бәрі влияет етеді, по идее. Қол қалай, Бұжай? Нормально ма? Тым ауыртқан жоқсың ба?
Все болды, анда атмосфера создавать етіңдер, нормально. Не грустно. Құрманғазы десе. Анда еще шаңына. Бұлар үй жер үйреп қалғанда, бұндай жерде жүріп шаңдар өткен ба? Но ничего, бұған да дайын болу керек бізге жігіттер. Не айтам енді біздің братан кішкене настроение жүрді. Өзі шашақ болған шығар. Ешкі сойды, іш ауырды, түсінуге болады, климат. Ол жігіт Қазақстанға келсе, ол ұтып алады деген үміттемін. Бля, победа болғанда кететін болып едік. Гостиница. Рамазан, ты нам обещал? К сожалению, мы не могли, да? Со своей стороны выполнить обещание, что гостиница. Ну, сонда да, Рая как бы не ретінде, утешение ретінде жүрсеш бізде бүгін гостиница. Барып демалып білейік. Как-никак нам всем тяжело қазір. Да, поражение, ты знаешь. Сүйге осы есіндегі айтам, жігіттер ақшын дайындалмайсыңдар. Ол победная череда не всегда жол, дайындалмасаң, осындай бір қарсылас көт, оның КПН-ның ойыны мен саған айтайын, ондай жоғары емес шын, өздеріңді көрдіңдер ғой, шын айтсақ жігіттер. Бұлай қашып жүрді. Не дейсің уже? Менен бәріне кешірім дайындайды. Кешірім емес, ол болған зат болды ғой, бізге кешірім емес, енді алдағы істейтін заттарыңды. Сен біздің медиа лиганың чемпионсың, енді онымен дарабос шығады. Все такое не повторить. Еще енді дайындалам. Командадан кешірім сұраймын. Өзімнен де кешірім сұраймын. Родной, нормально, ты че? Бізге қарағанда саған тяжело. Ондай опыт болмаса да, бірақ енді басы барген көріп тұрғызын. Қандай да, қой ұзын. Заң скорость керек ол үшін. Дистанцияға скорость жоқ менде. Но бірақ реванш берсең момент айырып алам. Сенің орнына дарабос шығады ол мен. Ол келісіп тұр. Просто айтайын да Рамазан андай. Мен дарабос андай слабый деп айтып тұрған жоқпын. Дарабос өзін таңдаған соперник бар ғой. Ол мен амигон жібеш. Сенің өтініш. Мам жібеш? Давай амигон жібеш болса. Оны ойлап көреміз. Кімнің дарабоздың өзінің. Ана жігіт травма алып қалды, ол жекпе-жекке шыға алмайды енді. Оның орнына басқа бір жігіт сол ғой. Біздің қандай қайсар мінезді екеніміз көрсек, мына жаққа келіп. Бекер келдік па? Конечно, нравится. Ничего, бір рет дальше ойлай берсін, а болды, нормально деп ойлай берсін. Короче, давайте мен отельге барасыздар. Ай, да? Красавчик, келесі жекпе-жек жеңіс керек. Ұстап тұр, жуынып алайық. Өйтіп, Рамазанды қатты жақсы көрем деп ойламаппын. Негізі бар ғой, дұрыс болды. Қалаға барып, жуынып, адам болатын. Себебі сендер мына жерде білмейсіңдер да. Иіс, жеп атқан тамағы, мына ауыздың бәріне ұшық кеткен. Желкенесің. Мен қатты қуандым. Отельге барайық, демалайық. Наконец-то отельге барайық. Мен қызбен Я сегодня хаппи, хотя бы он проиграл, но әйтеуір бір утешение бар, отельге барамыз ғой, наконец. Дұрыстап тұрып, шомылып, төсекке жатып, тамақ ішіп, киім ауыстырып алып, Жаным, кешірші, мияқта интернет жоқ, ештеңе жоқ, просто түсінші, біз мияқта ойнап жүрген жоқпыз. Қазақстан атып жарып отыр. Мен сені қайтарамыз алған уақытта. Заттарыңды алып алыңдар бар. Ayşeş tanıştırır. Жирет көзі жұмаған, Бала, кайф ойда. Ильяс бар, Свет бар, Амиго бар. Симон? Das. Thank you so much. Hello. Қарасай, қауыздар қарасай. Құрт жоқ,